Қайырлы күн, қымбатты балалар. Бүгін біз Латиф Хамидидің өміріне тоқталамыз. 2021 жылы қазақ классикалық музыкасының негізін қалаушылардың бірі Латиф Абдулхайұлы Хамидидің туғанына 115 жыл толды. Латиф Хамиди жан-жақты композитор. Еліміздің музыкалық мәдениетін дамытуға үлес қосқан әйгілі тұлға. Музыка жазумен қатар, ол өзін хормейстер, дирижер, музыкалық этнограф, ұстаз, публицист, қоғам қайраткері ретінде танытқан адам. Латиф Хамиди Татарстанда қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Мектепте басқа балалардан өзінің музыка мен поэзияға деген жақындығымен ерекшеленеді. Артынан музыкалық мектепке оқуға түскен ол мандолин, скрипка, фортепианода ойнауға үйрене бастайды. Музыкадағы алғашқы қадамдарын болашақ композитор тек 1920 жылы Ташкентте отбасымен көшіп, ағарту институтына оқуға түскен сәттен бастайды. Осында Латиф қазақ жастарымен достасып кетеді. Қазақ достарымен ол жаңа ансамбль құрып, оған жетекшілік еткен. Аталған ұжыммен Хамиди тұңғыш рет Қазақстанға келіп, кейін оны өз отаны деп атайды. Ансамбльдің табысына қарамастан, болашақ композитор оқуын ары қарай жалғастыруды керектігін түсінеді. Ташкент ағарту институтын тамамдағаннан соң, Латиф Хамиди 1927 жылы номер 1 Мәскеу музыкалық техникумының композиторларды даярлау курсына профессор Борислав Яровский сыныбына оқуға түседі. 1933 жылы Қазақ мемлекеттік драма театрының шақыртуымен Латиф Хамиди Алматыға келіп, театрдың музыкалық бөлімін меңгеруге кіріседі. Ол кезде драма театрында танымал халық әртістерінің концерттері жиі өтетін. Хамиди қазақ музыкасын ұнатқаны соншалық, көп ұзамай өзі де оларға арнап шығарма жаза бастайды. Осылай ол өзінің алғашқы туындыларын қазақтың әйгілі ақыны Ілияс Жансүгіровтің сөздеріне шығарған. Татар ұлтынан шыққан жас композитордың жоғары дарынын байқаған театрдың бас режиссері Жұмат Шанин оған қолдау көрсетеді. Латиф Абдулхайұлының өмірінде Семейге сапары үлкен маңызға ие. Осында ол Абайдың немере інісі Әрхам Ысқақовпен танысып, ұлы ақынның 18 әнін нотаға түсіреді. Олардың бәрі кейін Ахмет Жұбановпен бірлесе жазған Абай операсының музыкасына негіз болған. Семейдегі 2 жылдық еңбегінен кейін Хамиди қайтадан Мәскеуге оралып, оқуын жалғастырады. Оны Мәскеу консерваториясы жанындағы татар опера студиясына профессор Литинский сыныбына қабылдайды. Мәскеуде Хамиди көптеген татар жастарымен араласа бастайды. Оның ішінде ақын Мұса Жәлел де бар. Олар бірлесе көптеген балалар әндерімен хорларын жазған. Оқуын 1938 жылы тамамдаған соң, Латиф Хамиди Алматыға қайта оралады. Мұхтар Әуезовтің ұсынысымен Қазақ халық аспаптары оркестрінің жетекшісі әрі дирижері атанады. Оның бастамасымен дәстүрлі музыканттарды ноталық сауаттыққа үйретуге арналған еліміздегі алғашқы домбырада ойнау мектебі оқулығы дүниеге келген. 1940 жылы Латиф Хамиди Қазақ мемлекеттік хор капелласының жетекшісі әрі дирижері болып тағайындалады. Аталған ұжым үшін композитор халық музыкасының көптеген өңдеулерін жасаған. Оның хорға арналған туындылары жарқын бояуымен, үйлесімді көп дауысты табиғатымен ерекшеленеді. Латиф Хамиди отандық музыка тарихына қазақ музыкасына жаңа марш, вальс, көпшілік ән жанрларының авторы ретінде енген. Шығармашылығында вокалдық музыканы басты орынға қойған композитор 50-ден астам ән мен романс жазса, олардың ішінде 8-ші гвардиялық дивизия әні, батыр қыз, нүркен, партизан әні, батырлық патриоттық әндер бар.
Сондай-ақ балаларға арналған әндер де шығармашылығында үлкен маңызға ие. 1940 жылы Хамиди Сәбит Мұқановтың «Қос мейрам» радио пьесасына арнайы өзінің әйгілі қазақ вальсін жазады. Бұл ұлттық музыка тарихындағы тұңғыш вальс еді. Бұл әннің әуенін алғаш естіген Күләш Байсейітова жас композитордың дарынына жоғары баға беріп, бүкіл халықтың жүрегінен орын алатындай етіп, бар жан тәнімен орындайды. Осылай ән көпшіліктің көңілінен шығып, нағыз халық әніне айналады. Тіпті бүгінгі күннің өзінде қазақ вальсінің есте қалар әуені әр қазақстандықтың елең еткізер күйде. Көп замай қайғылы 1941 жыл туып, Ұлы Отан соғысы барлық дүниені өзгертті. Бұл қиын жылдарда Алматыға көптеген ғаламат қайраткерлердің эвакуациясы орын алды. Олармен бірлесе шығармашылық байланыстың нәтижесінде ұлттық опера жазудың сәті түсті. Осылай ақын Абайдың 100 жылдығына орай Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди бірлесіп, қазақ өнерінің жауһарына айналған Абай операсын жазды. Бүгінде дирижер Алан Бөребаев пен режиссер Джанкарло Дель Монаконың қойылымындағы Абай операсы Астана опера театрының репертуарының мақтанышына айналып отыр. Атап өтетін жайт, сонау 1945 жылдан бері опера музыкасы өзгеріссіз қалған. 2018 жылғы Астана опера театрындағы қойылым опера отаны Италия жұртын қуантып, Генуялық Ла Фениче театрында үлкен табыспен сахналанған. 1945 жылы Латиф Мұқан Төлебаев және Евгений Брюсловскиймен бірлесіп, Қазақ КСР алғашқы әнұранына музыка жазған. Осы жылы дүниеге келген «Бұлбұл» әні композитордың даңқын шығарып, Күләш Байсейітованың кейін Бибігүл Төлегенованың орындауында елге кең таралды. Бұл әннің әуенін естіген жан оны мәңгі ұмытпасы анық. 1947 жылы адал досқа айналған Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбанов Мұхтар Әуезовтің либреттосына Төлеген Тоқтаров операсын жазады. Араға 3 жыл салып Жамбыл операсы дүниеге келген. Аспаптық музыка саласында да композитор айтарлықтай із қалдырып, фортепиано мен халық аспаптар ансамбліне, ішекті аспаптар квартетіне туындылар жазған. Латиф Хамиди кәсіби музыкалық білім беру бағытының негізін қалаушылардың қатарында.
Өскелең ұрпақты музыкаға үйрету жолында аянбай тер төккен композитор. Балғын балалар мен консерватория студенттеріне дейін сабақ берген. 1944 жылдан өмірінің соңына дейін ол Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының қабырғасында ұстаздық еткен. Хамиди шығармашыл тұлғасының басты байлығы еңбекқорлығы мен өмірге деген өшпес құлшынысы. Жаңа жанрларды игеруден тартынбаған композитор деректі әрі көркем фильмдер мен драма спектакльдеріне музыка жазған. Сонымен қатар Қазақстан музыка мәдениетінің тарихына қазақ халық музыкасын жинаушы этнограф ретінде енген Латиф Хамиди музыкадану бойынша оқулықтар жазған. Музыкалық өнерге қосқан үлесінің ішінде оның жазып алған 200-ден астам халық әуендерінің ноталары ерекше орында. Есте сақтау мен есту қабілеттері ерекше дамыған ол Құрманғазы, Дәулеткерей, Сейтек күйлерін нотаға салғандардың алғашқы қатарында. 100-ден астам қазақ, татар, башқұрт, өзбек, түркмен әндерінің өңдеуін жасаған. Латиф Хамидидің тағы бір қыры қоғамдық қызметі. Осылай ол Қазақстан композиторлар одағының негізін қалаушылардың бірі саналып, бірнеше мәрте одақтың басшылығында сайланған. Қорыта келсек, Хамидидің Қазақстан мәдениетіне сіңірген үлесі ұшан теңіз. Оның еңбегі мемлекет тарапынан аталып өтіп, Латиф Хамиди Қазақ КСР халық әртісі және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. Композитор 1982 жылдың 29 қарашасында 77 жасында өмірден озды. Ол өскелең ұрпақтың мәңгі жадында қала бермек. Себебі композитор туындылары уақыт сынағынан өтіп, жас тыңдаушылардың қызығушылығын тудырауда. Енді балалар, сіздерге 3 сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ. Қандай мәдениет ұйымының басшылығы Латиф Хамидидің Алматыға 1933 жылы көшіп келуіне себеп болған? Екінші сұрақ. Алғашқы орындаушысы Күләш Байсейітова атанған композитордың ең танымал әндерін атай қой. Үшінші сұрақ. Хамиди Абай операсын қандай композитормен бірлесіп жазған?